біздің шағын мастер-классымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып ойын арқылы ұлттық құндылықтарды бала бойына сіңіру, көрнекіліктер арқылы. Ұлттық құндылықтарды ұрпаққа жеткізу біздің басты міндетіміз. Бұл балабақшадағы оқу процесінің негізі болып табылады. Бүгінгі жиынымызда ұлттық ойындар арқылы осы құндылықтарды қалай насихаттай алатынымызды бақылайтын боламыз. Ұлттық құндылықтар мен ойындарды насихаттаудың маңызы. Ұлттық құндылықтар дегеніміз халқымыздың ғасырлар бойы жинақтаған мәдени мұрасы, салт дәстүрлері, өнері мен әдет-ғұрыптары. Балаларға осы құндылықтарды ұғындыру арқылы біз оларды өз халқының тарихы мен мәдениетіне деген құрметке тәрбиелейміз. Ұлттық ойындар мен дәстүрлер баланың ой өрісін дамытумен қатар өз халқының мәдениетіне деген қызығушылығын арттырады. Ұлттық ойындарды үйрету арқылы баланы шымырлыққа, шапшаңдылыққа баулып, сонымен қатар ақыл ойы дамиды. Бүгінгі сіздерге мен дайындап келген бірнеше ойындардың топтамасы бар. Бұлардың көбінесе менде үстел үсті немесе жерге төсеп ойнайтын ойындардың көрнекіліктері болып табылады. Ұзын шашты бұйырымды қыз. Осындай шашты жіберу арқылы қыздар бізде олардың шаштарын өре алады. Ол бізде қыздардың саусақтарын дұрыс жұмыс жасауын дамытады. Содан кейін ұл балаларға да арналған болады. Бұл қыз балаларға арналса, бұл бізде ұл балаларға арналған. Қамшыны өру арқылы бізде қамшының өзіміздің қазақ ұлтымыздың бір символы деп айтсақ та болады. Сол арқылы біз балалардың бойына осындай қамшыны өру арқылы үйрете аламыз. Ойын ойнасақ, бізде осы көбікті лақтырады. Бірінші бізде қыз жүреді. Содан кейін ұл бала лақтырады осылай. Төртке қадам сайды. 1, 2, 3, 4. Осылай ойын жалғасай береді. Егер де ер бала бірінші жетсе, ер бала ұтады. Қыз бала бірінші жетсе, қыз бала ұтады. Сол сияқты бізде ат жарысты да сөйтіп ұйымдастыруға болады. Мен екеу дайындалған бұл үлкен балаларға, мектеп тобы дайындыққа және одан кіші балаларға, кіші топқа ұйымдастыруға болады. Үлкен топты балаларға. Мысалыға 8, 1, 2, 4, 6, 7, асық. Осылай ойын ойналады. Асыл, көк, сары, көк, сары, көк, жасыл, сары, асық. Осылай ойналады. Немесе құс қууға арналған. Бұл да бізде қимылды ойынға жатады. Қандай ұсыныс айтасыз? Көп рахмет, Гүлнара. Өте қызықты, сондай көрнекіліктеріңіз яркий. Балаға да қызық болады, өзімізге де қызық болып қалды. Сондықтан менің ұсынысым осы ойындарды күнделікті пайдалану. Және басқа топтарда да осы ойындарды алып пайдаланып, ары қарай көбейте беру керек көрнекіліктерімізді. Өте қуаныштымын. Біздің қазақ ұлттық ойындарымыз осындай танымал, балалар ойнап, ұнатып дами берсін. Балаларымызды өздеріңіз. Рахмет.
Қандай ойын ұнады? Маған бесемше деген ойын ұнады. Бұл ойын балалардың ұйымшылыққа үйретеді бұл ойын. Және де логиканы дамытады бұл ойын. Өте керемет ойын. Гүлнар апайға мың алғыс. Өте керемет өтті мастер-классы. Шара арқылы не білдіңіз дейді. Іс-шара арқылы қалай балалармен жұмыс жасау керек екенін, қандай қазақтың ұлттық ойындары бар екенін, қандай мақсатта өткізеді, қандай қызығуды, қандай тек қана далада өткізу емес, стол үстінде де өткізу керек екенін білдім мысалы. Үлкен рахмет. Гүлнар апай, сізге еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Тек қана алға. Бүгінгі іс-шара ұнады ма сізге? Иә, ұнады. Гүлнар апай жақсы деңгейде өткізді. Біз балалар сияқты өзіміз де қызығып, әр ойынды ойнадық. Балаларға одан да қызығырақ болады деп ойлаймын.